Баршаңызға сәлем. Бүгін өте дәмді болып шығатын хичини дайындаймыз. Ең алдымен жылы айранға ас содасын, тұзды салып, жақсылап араластырамыз. Шетінен ұн сала отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Керек заттардың барлығын описание бөліміне мөлшермен қалдырамын, сол жерден көре аласыздар. Қамырымыз дайын болғаннан кейін бетін жауып жарты сағатқа қойып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге суға піскен картоп, оған тұз дәміне қарай және май салып, жақсылап араластырамыз. Және үккіштен өткізілген ірімшігімізді салып, осыны жақсылап араластырып қоспа дайындаймыз. Дайын болған салмамыздан 7 дана дөңгелектер дайындаймыз. Қамырымыз дайын болды. Енді қамырымызды алып, осылай сопақша етіп дайындап алып, 7 бөлікке бөлеміз. Енді осы 7 бөлік нанымызды да алып, күлшелеп, домалақтап шығамыз. Барлығын дайындап болғаннан кейін бір-бірден алып, осылай жұқа етіп жаямыз. Нанымызды жайып алғаннан кейін салмасын салып, видеода көрсетілгендей салмамызды жауып шығамыз. Енді осы нанымызды жұқа етіп жаямыз. Міне қалыңдығы осындай болу керек. Енді құрғақ табаға осылай салып, екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Және ыстық күйінде үстінен сары май жағып отырамыз. Дәмі өте керемет болып шығады, жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Пікір қалдырыңыздар. Рахмет, ас болсын.